Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулет қызымын. Бізде бүгін әдебиет сабағы 9-шы сынып шешендік өнер Майқы бидің шешендік сөздері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгін бізде 9-шы сыныптағы шешендік өнер Майқы бидің шешендік сөздері тақырыбындағы сабақ мақсаттарына назар аударайық. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп пен фигураның түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Яғни біз осы мақсатты басшылыққа алатын боламыз. Балалар, енді шешендік өнер дегеніміз не және қандай жағдайда оны есте сақтай аламыз дегенге назар аударайық. Шешендік өнер қазақ ауыз әдебиетіндегі шағын көлемді дидактикалық жанр. Шешендерді жезтаңдай, ділмар, айырбөмей, орақ ауыз, от тілді, сөзуар, тапқыр деп атайды екенбіз. Ендеше бұндай кісілер тілге жүйрік, сөз қисынын тауып айтатын, халық қалаған сөз шеберлері болып табылады. Шешендік сөздерді құрылыс қалпы, ырғақ әуендері жағынан екі салаға бөліп қарай аламыз. Ырғақты қара сөзге құрылған пернелі сөз түрі және белгілі өлшемі бар жыр түріне жақын термелі сөз түрі. Яғни біз алдымызда талай шешендік сөздермен танысатын болсақ, оның пернелі сөз не термелі сөз екендігін ажырата отырып, соған байланысты жұмыс жасайтын боламыз. Шешендік сөздер көбіне батырлық немесе сөзге дес бермес ер жігіттің өткірлігіне, даналығы мен көзге түскен арулар есімдерімен қатысты өрбіп отырады екен. Шешендік өнерді 5 кезеңге бөліп қарастырамыз. Оның өзінде ол 2 бөлімде былайша аталады. Ел құрасқан шешендер. Бұған Майқы би мен Аяз биден басталатын 12-13 ғасыр аралығын жатқызамыз. Және Асан қайғы мен Жиреншенің кезеңі бұл 14-ші және 16-шы ғасырлар аралығын қамтиды. Яғни бұл жоғарыдағы екеуі ел құрасқан шешендер деп аталды, ал келесі төмендегі 3 бөлім, 3 кезең ел қорғасқан шешендер деп аталады. Бұның өкілдері Төле би, Әйтеке, Қазбек бидің бақты, яғни 15, 16, 17-ші, 18-ші ғасыр аралығы болса, келесі хан сұлтандарға қарсы шешендер Байдалы, Әз-Жәнібек, Тіленші би, Шалқар би, Тарақты тұяқ. Бұл 18-ші ғасырдың өкілдері екен. Және соңғы би болыстарға қарсы шешендер Махамбет, Бала би, Тұрысбол, Сырым батыр шешендіктері. Бұған осы шешендер жатса, және бұл ғасыр 19-шы ғасырды қамтиды. Енді осы жерде біз балалар өздерің бағана тақырыптан көргендеріңдей Майқы бидің шешендік өнері туралы тақырыпты бастадық. Ал Майқы би дегеніміз кім? Майқы би Төбеұлы 12-13 ғасыр аралығында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би дейтін қанатты сөз арқылы Майқы би бабамыз түйінді дана сөздің де, би біткеннің де алғашқысы болса керек деген дерек бар. Майқы би айтыпты дейтін, ел есінде сақталып, мақал, нақылға айналып кеткен аталы сөздерден адамгершілік, ар намыс, ел бірлігін сақтау тәрбиесі көрініп тұрады. Ондай ойлы, сары алтындай салмақты сөздердің көбісі өз тұсындағы хандарға, би-бектерге бағыштай айтылатыны да аңғарылады. Ол әрқашан халықтың шешендік сөздері мен мақал мәтелдеріне сүйене сөйлеген.
ол халық бірлігін бәрінен де жоғары қойған. Бірліксіз тірлік жоқ деген аталы сөз де Майқы бидің аузынан шыққан. Майқы бидің пікірінше мемлекеттік бірлестіктер халықтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпы бойынша басқарылуы тиіс. Ұмыт болған дәстүрлердің де өзіндік мән мағынасы бар. Енді бағана балалар біз айшықтау мен троптың түрлеріне, құбылтудың түрлеріне тоқталамыз деген едік. Ендеше осы жерде Майқы бидің естіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең, есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең. Төменгі сыныптарда өздерің осы әдебиет көркемдегіш құралдарымен біршама танысып өттіңдер. Ендеше естеріңе түсіп отырған шығар. Бұл жерде әрине тең деген сөздерді қолдану арқылы бұл Майқы бидің метафораны өте шебер құрастырғанын білеміз. Енді балалар, мына жердегі суретке назар аударайық. Нені көріп тұрмыз? Әрине, ортада би деп топшылайық, ол және біреу емес, екеу. Және жан-жақта төрт бұрышта өзара жанжалдасып, дауласып жатқан адамдар кейпін көріп тұрмыз. Ендеше бұл жерде біз Майқы бидің би екеу болса, дау төртеу болады деген нақылға айналып кеткен сөзін аңғарады екенбіз. Өздеріңде бұны таба алдыңдар деп ойлаймын. Ендігі суретке назар аударайық. Мына жерде өзара кикілжіңде мүмкін болуы, немесе өзара дауласуда, мүмкін бір-бірімен келіспеушілікте осы 6 адамның бейнесіндегі суретті көріп тұрмыз. Яғни алтауы да бір-бірімен онша келіспейді. Ал мына жақта ауызды көріп тұрмыз. Және төменгі суретте төбе және төрт қолдың бір-бірін ұстасып тұрғанын көріп тұрмыз. Яғни не байқадық? Әрине, бұны дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Яғни, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген біздің сөздік қолданысымызда көп қамтылатын осы бір нақылға айналып кеткен сөз Майқы бидің сөзі екен. Жақсы. Сонымен балалар, Майқы бидің бірліксіз тірлік жоқ деген тақырыбында шағын эссе жазу ұсынылады. Қош, сау болыңдар.